Allah elçisinin sallallahu aleyhi ve sellem şaşın tarауы. Сатпаймын, сатқан емес дінімді мен, өлмейтін, өшпей тұғын күнім білем. Таппайтын күнде тыным, түнде тыным, мұсылман, Мұхаммедтің үмбетімін. Мұқағали Мақатаев. Әнәс ибн Мәлик айтты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шашын көп майлайтын, зәйтүн майын пайдаланған еді, және сақалын тарайтын. Киімі майланбас үшін мата байлап қоятын. Оның киімі зәйтүн сатушының киімі іспеттес май болып тұратын. Осы зәйтүн майының пайдалары өте көп. Шаштың қатаюына және қайызғақтан да сақтайды екен. Сол себепті, егер сүннет деп жағатын болсаңыз, сауап аласыз. Және денсаулығыңыз үшін де жақсы болады екен. Айша анамыз айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дәрет алатын болса, шашын тараса, аяқ киім кисе, оң жақтан бастағанды жөн көретін. Бізде қандай да бір жақсы іс болса, барлығын оң жақтан жасауға тырысуымыз керек. Оң қол мен сол қолдың өзіндік міндеттері бар. Оң қолмен тамақ жегенге, ал сол қол әурет жерді жуғанда, аяқты жуғанда, жаман нәрсені ұстағанда пайдаланады. Айша анамыздан жеткен хадисте, мен етеккір келген уақытта пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам шашын тарадым деді. Айша анамыз Алла елшісінің шашын тарап беретін болған. Етеккір келу әйел адамды күйеуіне қызмет етуден тоспайды. Мешітке кіру, Құранды ұстау және оқу деген сияқты белгілі ғибадаттардан тосады. Абдулла ибн Мұғаффал айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шашты көп тараудан тыятын. Алла елшісінің көп тарауға тыйым салған себебі, уақытымыздың барлығын осы нәрсеге беріп қойғанымызды қаламады. Әйелдер қауымына тән дүниемен ер адамның айналысқаны жағымсыздау болады емес пе? Абу Хурайра айтты, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бізді күнде шаш тараудан қайтаратын.